Жұмысқа шығып балаларымның әкесі де, анасы да өзім болдым. Ешкімнен кем болмасын деп барым салдым. Мама, қашан қайтамыз үйге? Балапан, жұрғанақта отыра тұрайық, қазір қайтамыз, ә? Қазір мен жұмыс істеп болайын, сосын қайтамыз. Қалай сізге ұнады ма? Не жақсы. Бүгін кешке жұмыстан қанша ашасыз? 8-де босаймын. Не? Кешке жұмыстан кейін бір жаққа барып отырып танысып қайтсақ. Жоқ, ондай уақытым жоқ. Ренжімеңіз. Уақыт табылар бір күні. Уақытыңыз бос болған күні. Сізге айттым ғой, уақытым жоқ деп. Түсініксіз айттым ба еле? Ренжімеңіз сен. Ренжімеңіз. Сонымен құрбымның айтуымен бір күні бір блогерлік жолымды бастадым деп айта аламын. Ешқашандай да өкінбеймін осы блогерлік жұмысты бастағаныма. Себебі осы арқылы қазір